Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тойымды салаттың рецептін ұсынатын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Бізге салатымыз үшін салат жапырағы, қызанақ, піскен жұмыртқа, піскен тауық еті және сыр қажет болады. Алдымен тауықтың етін жақсылап пісіріп алғаннан кейін кубиктап немесе соломка қылып турап алсаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша піскен тауық етін болмаса ысталған тауық етін пайдалансаңыздар болады. Алдымен етімізді турап аламыз. Содан соң ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте жұмыртқаны турап аламыз. Видеодағыдай осылай соломка қылып турап алдым. Ең дәмді салаттардың бірі. Енді жұмыртқамызды саламыз. Содан соң қызанағымызды соломка қылып турап аламыз. Артық жерлерін алып тастап, видеодағыдай барлығын жақсылап турап аламыз. Жұмыртқаның үстіне қызанақты саламыз. Енді салат жапырағын алып, қолымызбен осылай майдалап, үзіп аламыз. Қалауларыңыз бойынша турасаңыздар да болады, маған осылай ыңғайлы. Енді үстіне шым-шым тұзымызды қосып, майонез қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің салатымыз оңай жасалады, әрі дәмі деген дәмді болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болуға жақын қалды. Енді ыдысымызға салып, үстіне теркадан өткізілген сырды теркадан өткізіп салып алатын боламыз. Майдасынан өткізіңіздер, сол кезде әдемі көрінеді. Қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен осылай укропты сәндедім. Біздің салатымыз дәмді, өте жеңіл жасалады, әрі тойымды салаттардың бірі. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен болған Нұрия аман келді.